форум республика көлемінде өткен бастауыш сынып мұғалімдерінің съезіндегі айтқан мәселелерді ары қарай талқылау, болашақта өздерінің жұмыстарына жүзеге асыру жағынан мына Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасы мен білім жаңғырту орталығының өткізіп жатқан үлкен шараларының бірі. Бұғанға дейін де бірнеше пән бойынша осындай форумдар өткен. Әсіресе мынау бастауыш сыныптың өткізіп жатқан форумның тағы бір ерекшелігі, осы форумға осы қалада бірнеше жыл жұмыс жасап, қазіргі күнде зейнетте отырған ардагер ұстаздар шақырылыпты. Олардың енді қуанышында шек жоқ деп ойлаймын. Үйде отырса да бәрібір осы Нұр-Сұлтан қаласындағы беріліп жатқан білімге жандар ауырады ғой, ой қосады ғой деген ойдамын. Енді бүгінгі жасалған баяндамаларда өте құнды. Мынау болашақтағы Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясынан келген, Евразия ұлттық университетінен келген, өрлеу біліктілікті арттыру институтынан келген мамандардың барлығында айтып жатқаны осы қалайда бастауыш сыныптағы білімнің сапасын арттыру. Осыған байланысты әркім өзінің іс тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Білім беру саласындағы, оның ішіндегі бастауыш білім берудегі қызмет етіп отырған біздің пән мұғалімдерінің бір ой тоғыстыратын форумы деп айтуға болады. Бүгінгі олардың өздерінің бір ниеттерінен, көзқарастарынан байқалып тұр. Үлкен сұранысқа ие. Ол қандай сұраныс? Ол алдарында отырған балаларды ол білімнің қандай маңыздылығымен, қандай мәнімен, қандай көлемімен қанағаттандырам деген сұрақ қой. Жалпы білім мазмұны неден тұрады? Ол білім мазмұны қалай іске асырылады? Оны іске асыратын негізгі құжат қандай? Ол құжаттың талаптары қандай? Және сол талаптар негізінде жасалатын жаңағы оқу құралдары, оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер қалай? Ал енді оны іске асыратын мұғалім болғандықтан әрине ол мұғалімге тікелей қатысты сұрақтарды әріптестеріме тағы да айтамын. Осы ойларын ортаға салсын және осы білім мазмұнын жетілдіру жұмысына атсалсын, өз ұсыныстарын берсін. Біз олармен бірге жұмыс істеуге әзірміз. Мен зейнеткермін, Қазақстан Республикасының білім беруінің үздігімін. Көп жыл бойы мектепке қызмет еттім. Білім беру жаңғырту орталығы бәрімізді шақырып отқанда өте қуаныштымын. Біз зейнетте отырсақ та осылай бізді керек қылып, осындай қызықты шараға шақырып, қазіргі кездегі оқу үрдісі жаңашыл екенін, жан-жақты екенін, соның бәрі мінекей бүгін естиміз де, көреміз де, соған қуанамыз. Бүгін форумға келіп, жақсылар бар екен, жақсы мектептердің де жанданып жатқанын көріп өте қуандым. Форумды ұйымдастырушы білім басқармасына алғысым шексіз. Жалпы білім бағдарламасы туралы шағын ғана ойымды айтқым келіп тұр. Білім бағдарламасы енгізілген өзгерістер өте піспеген, жан-жақты қаралмаған, ой толғаулар еске алынбаған мұғалімдер тарапынан практикалық жұмыстар жүргізілмеген бағдарлама деп ойлаймын. Тіпті аз ғана мысал айтып кетейін. Бірінші сыныпқа қабылданған оқушы 3 тілде білім алуы өте қате. Менің өзімнің немерем де бірінші сыныпта оқып отыр. Орыс тілі қайсы, ағылшын тілі қайсы, қазақ тілі қайсы екенін айыра алмайды. Біз білімді алдымен ана тілден бастап беруіміз керек. Қазіргі таңда абай оқулары, абай кітаптары кірістіріліп жатыр. Бұл өте маңызды. Осы арқылы қазақ менталитетін, қазақтың әдет ғұрыптарын, мінез құлқын, дағдысын, салт санасын осы арқылы балалар үйренеді деп ойлаймын. Это очень почетно быть приглашенным на такое мероприятие, как форум учителей начальных классов, где поднимаются проблемы начальной школы. Обновление образования в нашей республике является очень большим шагом к продвижению нашей молодежи, к развитию функциональной грамотности, навыков широкого спектра наших учеников. И, естественно, зависит все от самих учителей. Мы, учителя, должны постоянно развивать свою практику, обучаться на курсах. На форуме будут подниматься проблемы изменения
внесение изменений в программу начального образования. Мы надеемся, что в общеобразовательные школы вернутся часы факультативов, которые позволяют нам развивать детей, готовить их к олимпиадам, готовить к проектам. И мы, как учителя, конечно же, возлагаем большие надежды на то, что после проведенного съезда учителей начальных классов, где министр образования нас услышал, и мы уже видим, что многое сделано к сегодняшнему дню, и сегодняшний форум тому подтверждение. Оқыту мазмұнында математика пәнін екіге бөлеміз деп айтып жатыр. Ол енді мынау техника, ғылым мен техниканың дамыған заманында мүмкін ол керекті шығар. Бірақ мен айтар едім, математиканы бөлеме, бөлмейме, математиканы негізі балалар жақсы қабылдайды. Тек қана баланың кілтін табу керек. Бір классқа мені кім естіп отырса да маған өтірік айтып отыр деп айтпас. 25 бала отырса, менде 20-сын математик қып стандартты 5-ке егертем. Бірінші класстың өзінде. Содан әрмен қарай кете береді, содан олимпиадаларға шығады. Ал енді қазақ тілін екіге бөлу керек деген бір үндеу тастар едім. Қазақ тілі өте қиын игертуге балаларға. Әр кәдімгі жанын салып еңбек етіп жүрген ұстаздардың бәрі біледі. Орыс тілін екіге бөліп оқытады. Енді жарайды болса да ағылшында бөліп оқытқанды көрдік оны. Орыс тілін екіге бөліп оқытқанды енді оны да көрдік. Бірақ неге қазақ тілін екіге бөліп оқытпайды? Сол мәселе мен кішкене көкейімде жүреді. Біздің өзіміздің балаларға тіл үйрету қиын болып кетті ғой. Өйткені айналаның бәрі оны өтірік жасырып қоюымызға болмайды. Үйден шығысы менен есіктің алдында аулада ойнап жүрсе де олардың сөйлесетін тілі орыс тілі болып кетті ғой, араласатын тілдер.